Тыңдаңыздар, құрметті жолаушылар. Бірінші жолға номер 9-шы Алматыдан Астанаға қатынайтын. Қазір жазғы еңбек демалысының уақыты. Демек, саяхатқа жол ашық. Қайырлы таң көрермен, біз бүгін сізге жолаушы этикеті жайлы айтамыз. Ел ішінде әуе жолмен емес, темір жолмен қатынаған әлде қайда тиімді. Дегенмен, мұнда да ұстанатын этикет бар. Ең алдымен қауіпсіздік ережесінен бастаған жөн болар. Мәселен, мына жолды кесіп өтуге болмайды. Бұндай құқық бұзушылықтар бізде перегонда болады. Перегонда белгіленбеген жерлерден темір жол арқылы өтіп жатады, малдарын жайып жатады. Жыл басынан бері 900-ден аса әкімшілік хаттама толтырылды. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559 бабы 5-ші бөлігінен және 1-ші бөлігінен. Желілік полиция басқармасының қызмет атқару аумағында жыл басынан бері жылжымалы құрамның адамдарды басып кету деректері 9 дерегі орын алды. Соның ішінде 7-еуі қаза тапты сол адамдардың. Көңіл кеңіз перрондақ бұзылуы мүмкін, себебі бірін-бірі итерген жұрт аяғыңыздың астында жатқан дорбалар. Егер отбасыңызбен жол жүргелі отырсаңыз, ең алдымен ер адамдар кіргізген жөн. Қапшағайға келдік қазір, тоқтап тұрмыз сол жерде. Жоқ, мен өзім жалғыз бара жатырмын ғой. Қалды дегендер, я. Бар дауысын шығарып, ән тыңдау, телефонмен ұзақ сөйлесу жаныңыздағы адамдардың мазасын алатын ескеріңіз. Құнды заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыз, ал мен енді телефонсыз қалдым. Жыл басынан бері ұрлық бойынша 13 факті тіркелді бізде бөтеннің мүлкін ұрлаған үшін. Түнгі мезгілде немесе түсте ұйықтаған кезде теріс қарап жатады, бағалы заттарын столдың үстіне қоя салады. Бәрін итеріп жолды ашу үшін емес, қарттарға, кішкентайларға, сонымен қатар нәзік жандыларға жол ашу үшін. Сонымен қатар жақындарыңызбен перронда тоқтатып алғаныңыз жөн. Ал ендігі кезек сөмкелеріңізді реттеп қою. Егер сөмкеңіз өзіңіздің орныңызға сыймаса, көршіңізден сұрап көріңіз. Мына сөмкені мына жерге қойсам бола ма? Жолаушылармен амандасуды ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме? Ал енді ұсақ болса да мән беретін дүниелері бар. Мәселен, терезені кез келген уақытта аша алмайсыз, жаныңыздағы адамдармен санасу қажет. Жоғары қабатқа жайғасқан жолаушыларда күндіз астыңғы қабатта отыруға құқылы екенін ұмытпаңыз. Темекі шегіп, алкогольді ішімдіктер ішуге пойызда қатаң тыйым салынады. Нақтырақ айтсақ, 103 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440 бабымен, яғни қоғамдық орында мас күйінде келген үшін немесе қоғамдық орында алкогольдік өнімдерді пайдаланған үшін. Егер пойызға түнде мінетін немесе түсетін болсаңыз, ақырын жүрген абзал, себебі жаныңыздағы жолаушылардың мазасын алуыңыз мүмкін. Ал менің әлі еңбек демалысым басталмады, жұмысым оралайын. Жолыңыз болсын, жолаушы.